Ассалямалейкум қыздар. Бүгін өте дәмді жұмыртқасыз дайындалатын творожный печенье дайындаймыз. Ең алдымен сүзбемізге бөлме температурасында тұрған сары май салып араластырып, ұн, қопсытқыш шым тұзды салып, қамыр илейміз араластырып. Қамырымыз осылай бірігу керек. Біріккен қамырымызды аламыз. Астына сәл ұн сеуіп жіберіп, енді екі бөлікке бөлеміз теңдей. Енді осылай сопақтап, сопағынан осылай домалатып аламыз да, енді оқтаумен жайып аламыз, жұқа етіп. Ортасына шекер саламыз, кокосовый стружки саламыз. Енді рулет құсатып, нығыз ораймыз. Орағаннан кейін жан-жағын тегістейміз, бетін түзеп жіберіп, енді қиғаштап осылай кесеміз 5-6 сантиметрден. Осылай шекерге батырып шығамыз, бетін 180 градуста 20 минут пісіреміз. Осымен печеньеміз дайын.